Балалықтан даналыққа кітабы интеллектуализм мен экзистенциализмнің жекпе-жегі. 2018 жылы мынадай оқиға болды. Қызылорда облысындағы мектеп психологтарына бала тәрбиесіндегі экзистенция анализі деген лекция өттім. Жиын соңында мектеп директоры оңаша айтар сөзім бар деп кабинетіне шақырып алды. Неден бастасам екен, жалғыз ұлым бар еді деп әңгімесін бастай алмай қыпылықтап отыр. Айта беріңіз, қысылмаңыз. Балам Алматыдағы IT университетінде түскен еді. Өте жақсы оқу орны. Сабақтың бәрі ағылшынша өтеді. Қарындасым сонда оқиды дедім әңгімені өрбіту үшін. Биыл оқуын бітірді, бірақ Маңғыстауға қайтқысы келмейді. Онда тұрған не бар? Мәселе онда емес. Алматыда қалса қала берсін. Қарсылығым жоқ. Биыл бакалаврды бітірді. Магистратурасын Америкада оқымақшы. Интернетпен емтихан тапсырып оқуға түсіп алыпты. Жақында кетеді. Өз күшімен түсті ме? Әрине, ол жағынан балам білімді, интеллектісі күшті, потенциалы мықты. Шет тіліне, математикаға, информатикаға жүйрік. Бәрекелді, ел көреді, жер көреді, таным көкжиегі кеңейеді. Батыстың да білімін көріп қайтқаны жақсы емес пе? Дұрыс, барсын, оқысын, тоқысын. Оған қарсы емеспін, уайымым басқада. Енді ашылып айта беріңіз. Балам үйге айына жылына бір келеді. Ауылда той томалақ, өлім жетім бар дегендей. Қаза болса көңіл білдіріп, қуаныш болса құтты болсын айтып, ағайын туыстарды аралаймыз. Міне сондай кезде бір өліп бір тірілемін. Неге? Мінезі өзгеріп кетті. Өлім жетімде баламның қылығына оялып тіпті кірерге тесік таппай жер боламын. Мына жақта туған туыс жоқтай айтып, аза тұтып жатады. Ал менің баламның ешкіммен шаруасы жоқ. Басында капюшон, құлағында наушник, екі қол қалтада, сағызын шайнаңдап тұрғаны. Қайғыға ортақтасу, қуанышты бөлісу деген атымен жоқ. Ақымақ дейін десең, ақымақ емес. Мектепті де, университетті де қызылға бітірді. Бірақ қылығы анау. Кәдімгі меңіреу компьютер сияқты. Дүниенің білімін жинап алған, бірақ адам сиқы жоқ. Мен ғой білдей бір мектептің директорымын, ауданның құрметті азаматымын. Сөйте тұра ел жұрттың алдында баламның қылығына ұялып жерге қараймын. Кейде ойлаймын деді де көңілі босап кетті. Тамағына өксік тығылып жұтқыншағын қинала жұтты да. Бір күні де бізде қартаямыз, бойымыздан күш қуат кетеді. Біреудің қамқорлығы мен күтіміне зәру боп қаламыз. Сол кезде кімнің қолына барып тұрамын? Мына бала өліп өліп бара жатсам да аузыма су тамызбас. Қайратым сарқылғанда қарттар үйіне өткізіп жібере ме деп қорқам деді. Директор апайдың екі көзі жасқа толып, сөмкесінен бет орамалын алды да бетін басып жылай берді. Мен жұбатуға тырыспадым, себебі бұл жерде біз ескермейтін бір нәрсе бар еді. Мына жерде қандай ақылды болып, қандай қызылға бітірсеңді дипломыңды, егер адамның адамгершілігі болмаса, санасы болмаса, өте қиын. Сондықтан келесі тақырыпты күтіңіздер.